ITFM, сіздің мінсіз дауысыңыз. Бәріңе сәлем, мен Дана Ғалым және де әріптесім Ажар Заманғазинова. Біз бастаймыз. Дана, осы саған брендтер киген ұнайды ма? Әрине, әрқашан трендтерді қарап отырамын. Қазір табиғатқа деген қамқорлықпен Қазақстанда түрлі эко-брендтер пайда болды. Олар қоршаған ортаға зиян келтірмеу және стильді киім жасау мүмкін екенін дәлелдеді. Естуімше Пайпер мы здесь, чтобы сохранить нашу планету. Ages and Ages. Мода никогда не должна стоить земли атты танымал брендтері бар. Олай болса, Мархаба Сәбидің ұнайды маған әні. Жалын жанарыңды, жүрегіңді үн қатқан. Ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан. Елеңдеттің, тыңдаттың, өлбіреген үніңмен. Сен мен үшін жұмбақсың, жауабын білмеген. Ұнайды маған, еркелеткен сөздерің ұнайды маған. Жалын атқан көздерің ұнайды маған. Бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды маған. Себебі сен жасырмайсың көңілдегі барыңды. Себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі. Сен жалғансыз шынайы, осындайсың себебі. Сол мінезің ұнайды, сенсің маған керегі. Ұнайды маған, еркелеткен сөздерің ұнайды маған. Жалын атқан көздерің ұнайды маған. Бір өзіңмен сырласқан ұнайды маған. Бүгін біздің қонағымыз Пайпер эко брендінің негізін қалаушы. Forbes Қазақстан рейтингінің 30-дан 30 қатысушысы Бексұлтан Оразбеков. 23 жастағы Бексұлтан Хату университетінің 2021 жылғы түлегі. Сонымен қатар Алматыдағы Есентай Молл сауда орталығындағы Пайпер сан бутигінің кәсіпкері. Онда бұл туралы тереңірек Бексұлтанның өзінен сұрайық. Сәлеметсіз бе, Бексұлтан, сұрақтарымызға көше кетсек. Неге брендіңіз Пайпер деп аталады? Өндірістің мағынасы неде? Пайпер эко-инновациялық материалдардан жасалған, қоршаған ортаға қамқорлықпен қарауға негізделген киім бренді. Forbes-тың 30-дан 30 бағдарламасына қалай қатысушы атандыңыз? Шынымды айтсам, бұл ұзақ әңгіме, бірақ жаңашылдық енгізіп, көпшілікті қамтитын әлеуметтік маңызы бар жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Бұл менің бар құпиям. 23 жаста сіз өте биік белестерге жеттіңіз. Болашақ өскелең ұрпаққа қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Көп қателер жасаңыз және олардан сабақ ала отырып талдаңыз. Рахмет, Бексұлтан, бізге келгеніңізге өте қуаныштымыз. Тұрақтылыққа бағытталған әрбір таңдау маңызды екенін есте ұмытпаңыз. Ал біз жалғастырамыз. Сенің көңіліңде бар орын бәріне. Менен өзге ал менің түстерімде жоқ орын ешкімге. Сенен өзге бөліскім келмейтін сырыма айналдың. Өзіңде қол жетпейтін әперем ай, айтып қиналмай. Көздерің байлайды менен сұрамай. Жүзіңнен ғайып болса күлкің. Әперем ай, айтып қиналмай. Ал енді кинофорум айдары. Бүгін біз отандық туындыларға шолу жасаймыз. Досмұқасан фильмі прокатта 503 миллион теңге жинады. Фильм әлемнің бірнеше елдерінде халық назарына ұсынылды. Міржақып Оян қазақ фильмі үшін Тикетон сайтына 1 сағатта 761 адам кіреді. Ол дегеніміз бір күнде 18264 адам бұл туындыны тамашалағысы келеді деген сөз. Жақында дәстүр этно-хоррор фильмі жарық көрмек.
Ажар, этно-хоррор жанры туралы білесің бе? Я, Дана, естігенім бар. Менің ойымша, этно-хоррор дегеніміз аңыздарға тиек етіп алынған үрей тудыратын фантастикалық жанр. Бұл жанрда көбінесе өзіміздің қазақ аңыздарында кездесетін мифологиялық кейіпкерлер бар. Менің ойымша, дәстүр отандық туындыларымыз сияқты жақсы рейтингке ие болатын сияқты. Алып қашу мәселесі кеңінен талқыланған фильмді мен өте асыға күтудемін. Ал сіз ше, тыңдарман? Межелеген уақытымыз өз мәресіне жетті. Құлақтарыңыз әрқашан әсемәнге ғана түрілсін. Сіздермен бірге болғанымен Ажар Заманғазинова және әріптесім Дана ғалым. Аман, сау болыңыздар. ITFM, сіздің мінсіз дауысыңыз. Арамызда қалсын дейін біздің құпия, неге ренжіп тұрсың жылап маған бұртия, жүрегімді шуатайын, ей, құпияда толы уайым. Жүгіріп баратқан басымнан астыма, басқа жасын қалма, кипетер мия, қызара кетім күзгі жақ бірақ, арстанда салбырып түссем көзің көрсін дейін, асама, еласан, әлбіл сыйқырым бәрі. Өмір өзін жүз көрсең, мәселеме жүктелген, тума біздей жұптардай қоныстасын жүз көрейін. Сезімімнің ағысы, Қалыңыздар батқын, бірақ бәрі де бақытты. үндемесең жолға сезім апай, саған келсем жүрегім мұңды ұртай. Бұл қиялданып сайба, тоқия терең сайға, енді түсініп пайымда. Арамызда қалсын дейін біздің құпия, неге ренжіп тұрсың жылап маған